Жазасын өтеушілер мемлекетке масыл болмау керек. Оларда еңбекке баулып, әрі қарайғы өмірге бейімдеу. Яғни жұмыспен қамтып, кәсіпке баулу еңбек республикалық мемлекеттік мекемесінің басты мақсаты. Қазіргі кезде Тараз қаласындағы колонияларда түрлі кәсіп игеріліп, өндірістің өрісі кеңейіп келеді. Ал түзеу мекемелерінде 2200 сотталған азаматтың 1600-ден астамы еңбекке жарамды. Соның ішінде 1000-нан аса сотталушы еңбекпен қамтылған. Ал 200-ге жуық жазасын өтеуші еңбек Тараз мекемесі арқылы осы кәсіпорындарда жұмыс істейді. Олардан сан түрлі сан саланы меңгеріп, нәпақа тауып жүр. Атап айтсақ, наубайшы, тігінші, кәдесый жасаушылар мен қол өнершілер де бар мұнда. Олардың қолынан шыққан тұрмыстық бұйымдарға тапсырыстар да қабылдануда. Ал мәселен 158-де 4 және 158-де 7 түзеу мекемелерінде киім және аяқ киім тігу өнеркәсібі жақсы дамыса, жақында құм блоктарын шығару ісінде қолға алыпты. Сотталушылардың бір күнгі жұмысы мен тіршілігімен тынысы қалай екен? Осы өндіріс орындарын барлап, олардың жұмысымен танысып, сұхбаттасып қайтқан әріптесім Қымбат Қаржауқызы толығынан айтып берсін. Жаңа жұмыс орындарын ашу, жазасын өтеушілерді еңбекпен қамту Тараз қаласындағы ЖД 158-де 4 мекемесінде маңызды мәселенің бірі. Мұнда аяқ киім тігу және тігін цехтарының жұмысы жандануда. Бизнес өкілдерін тарту арқылы ашылған бұл кәсіп түрлері екі тарап үшін де тиімділігін көрсетіп отыр. Қазір мұнда 24 сотталушы жұмыс істейді. Олар өндіріп жатқан бұл аяқ киімдер 8 облыстың колонияларындағы жазасын өтеушілерді қамтиды. Одан бөлек сыртқы тапсырыс та бар. Өнеркәсіпті кеңейту жұмыстары жақын күндері жүзеге асырылмақшы. Ол кезде мұндағы жұмысшы санын 50-ге дейін көбейтуге мүмкіндік туады. Жеке кәсіпкердің шығынынан 2020 жылы технолог шақырып, осы бағыттағы мамандар келіп, сотталған азаматтарды үйретті. Соның нәтижесін өздеріңіз көріп отырсыздар. 2020 жылы осы кәсіпорынды, осы учаскені ашудың нәтижесінде 8 облыстағы сотталған азаматтардың аяқ киімдерін біз келісім шартпен тапсырыс алып жеткізіп бердік. Сол тапсырыс алу бағытында біз тағы да осы аяқ киім тігу цехын кеңейтіп, қосымша 10 жаңадан құрал жабдық кіргізіп әкеліп осы сырттағы қоймаға қойып қойдық. Бұл цех тек аяқ киім тігетін цех болады. Өңірдегі қылмыстық атқару жүйесі мекемелерімен 45 миллион теңгеге келісім шарт жасалған. Енді оларға да осында шығарылатын 6-7 атаудағы аяқ киімдер тігілетін болады. Бахадүр Гедениязов түзеу мекемесінде 17-ші жылын өткізіп жатыр. Бұған дейін әртүрлі жұмыстар атқарған ол цехта өткен жылдан бастап еңбек етеді. Аяқ киім тігу ісін меңгергеніне қуанышты. Себебі бостандыққа шыққан соңда екі қолға бір күрек таба алатынына сенімді. Работаю здесь с прошлого года, с мая месяца. Өткен жылдан бері осында жұмыс істеп жатырмын. Жасаған жұмыс көлеміне қарай айлық жалақымызды алып отырамыз. Өзім мемлекет алдындағы қарызымды өтедім. Қазір жеке қарыздарымды төлеп жүрмін. Алименті барлар алимент төлейді. Мерзімінен бұрын шартты түрде бостандыққа шықпақшымын. Сот үкімін күтудемін. Бостандыққа шықсам жұмыс табатыныма сенем. Өйткені мұнда көп нәрсе үйрендім. Бұл мекемеде тігін цехының бір бөлігі орналасқан. Мұнда төсек жабындылары, төсеніштердің түр-түрі тігіледі. Мұрат Есімов цехтағы жұмысқа жауапты. Ай сайынғы табатын жалақымыз қажеттіліктерімізге жарап тұр дейді ол. Мекеме әкімшілігіне де жаңағыдай РГП еңбек Таразға рахмет, осыншама жұмыс орындарын қамтып, сотталғандардың осы уақытын тиімді өткізуіне көмектесіп жатқанына. Осында жұмысқа тұрып, мемлекет қарызын толығымен өтіп, енді бостандыққа дайындалып отырмыз. Кетуімізге де бір 5 ай уақытымыз қалды. Биік жетістіктерге жетуге арманымыз бар. Тек бұл ғана емес, бұдан да ары қарай үлкен биік шыңдардан көрінетін мақсат ойымыз бар. Сондай-ақ мұнда құм блоктар өндіріледі. Жазасын өтеушілер кірпіш құю ісін жақсы игеріп жатса, ары қарай кеңейту көзделіп отыр. Айта кету керек, сотталғандар алдын ала қылмыстық атқару жүйесі базасындағы колледжде оқытылады. Бүгінде мұнда 338 жазасын өтеуші оқу бағдарламасымен қамтылған. 6 бағыттан тұратын мамандықтардың бірін меңгерген соң, оларға арнайы құжат беріледі.
ЖД 158-7 түзеу мекемесінде негізінен ұзақ мерзімге сотталғандар орналастырылған. Ондағы 740 жазасын өтеушінің қазір кезде 497-сі еңбекке тартылса, 41 сотталушы осы еңбек тараз мекемесінде жұмыс істейді. 12 адам асханада түрлі жұмыс атқарады. Қамалғандарға күнделікті 3 мезгіл ыстық тамақ беріледі. Сотталғанның жұмыс істегені әрі өзіне, әрі туған туысқанына да өте пайдалы. Олардың төлейтін алименттері бар, өндіретін қарыздары бар, мемлекет алдында, жекеменшік алдында соларды өтейді, әрі туған туысқандарына сол тапқан айлығынан көмектесіп тұрады туған туысқандарына. Мекеменің негізі қаланған кезден бастап мұнда тігін цехы ашылған. Көбінде мұнда сырт киімдер, офицерлерге арналған формалар тігіледі. Арасында сырттан да тапсырыс түсіп отырады, оны уақытылы орындап жатырмыз дейді мекеме басшысы. Қазірде үзіліссіз тапсырысымыз бар. Мекемелерден бөлек бізден сырттан тапсырыс бар. Сырттан алған тапсырысымыз биыл Ақсу-Жабалқызы заповеднигінің қызметкерлерінің үлгілі формасы. Сондай сыртқы заказдарды алып тігеміз. Енді тағы да алға талап қойып отырмыз. Осы биылдыққа тігін машинелерді кеңейтуге, осы заттар тіккенде айналма қаражат калькуляцияда қарастыруға мүмкіндігіміз жоқ. Біз осы мемлекеттік мекеменің заңы бойынша мемлекетіміздің 15%-ға, 20%-ға жаңағы кірісімізді жоспарлауға болар еді, бірақ осы бюджеттің бағасы төмен болғандықтан біз ондай үлкен көлемде жоспарлай аламаймыз. Былтыр пандемия кезінде осындағы сотталушылар 84 мың бетперде тігіп колонияларға таратқан. 10 жылдан бері жазасын өтеп жүрген Жүніс Науан қазір кезде осы тігін цехын басқарады, әрі пішу жұмыстарымен айналысады. Бостандыққа шығар уақытына санаулы күндер қалған ол сол күнді тағатсыздана күтіп жүр. Құда қаласа үйімнің 8-іне жазамыз, енді құда қаласа кетіп жатсақ, сыртта да осымен айналыссам ба деп отырмын өзімде. Ұнайды өзіме істеп жатқан ісім. Алдында коронавирус кезде, ең бірінші басталған кезде өз жерде маска тіктік, 84 мың маска тіктік өз жерде. Бәрін өзім крайт етті, балалар бәрі жинап өздері тікті бәрін. 84 мың үштік істедік. Осы кеше өткен аптада 8 мың маска істедік. Тағы да осы айға. Мен бір пішкен кезде 80-100-ге жуық заказ қалай келеді соншауы. Размермен кесеміз. 50, особенно көбінесе размерлер 46-де, 46-да 48 болады. 50-де 52 размер көп. Ходовой размерлер сол болып отыр ғой. Солардан істеп отыр қазір. Тігін цехын кеңейтіп жандандыру жоспардағы, алайда табыстан түсетін қаржы қамалғандардың айлығын төлеу және құрал жабдықтар мен қосалқы бөлшектер сатып алудан артылмайтын көрінеді. Сондықтан мекеме басшылығы кәсіпкерлерден көмек күтеді. Ондағы мақсат бизнес өкілдерінің қолдауымен кәсіпорын жұмысын жандандырып, жазасын өтеушілерді еңбекке көптеп тарту. Әрі бостандыққа шыққан әр азамат әлеуметтік бейімделуі керек.